Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосондағы жаңа тесттер талдайтын боламыз. Бұл біздің 77-ші видеомыз тест талдау бойынша. Осының алдында 76 видеоны YouTube арнаға салып қойдық. Егер де көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Құрметті достар, сіздерге айтар жаңалығым бар. Бұл pddtest.kz сайтында қазір жаңа сұрақтары көптеп шығып жатыр. Әрине, ол бізде медициналық сұрақтар, түрлі МРП сұрақтары, яғни штраф сұрақтары, және де жол белгілеріне қатысты сұрақтар қаптап кеткен. Осы сайтта көбейіп кеткен, яғни сондықтан барлығымыз бүгін осы видеоны соңына дейін қарайық. Бәлкім жаңа сұрақтар бізге шығады деген ойдамын. Егер де осы сайтқа доступ алғыларыңыз келсе, pddtest.kz сайтына сіздер маған WhatsApp нөмірге жазыңыздар. Мен сіздерге керемет бағада жасап беремін, жеңілдікпен жасап беремін әрине, және өзім жеке консультация беремін. Барлығына көмектесетін боламын. Құрметті достар, сіздер ойламаңыздар, осы YouTube арнадан қарап алдым и тесттен өтем дегенге. YouTube арнада бұл жақта рандомды келеді сұрақтар маған. Рандомды. Мен таңдап алмаймын жаңа сұрақтардың барлығын сіздерге көрсету үшін. Бұл сайт маған сұрақтарды шығарып береді. Бұл сайтта 1000 жарымнан астам сұрақ жинақталған, оның бәрін жаттау, YouTube арна арқылы жаттау қиындау. Әркімге қалай повезет дейді ғой. Мысалға біреулеріңізге осы сұрақтар келіп қалуы мүмкін, ал біреулеріңізге келмейді. Сондықтан барлығымыз доступ алайық осы сайтқа и кәдімгі четко жаттайық. Бәрі оп-оңай, ешқандай қиындатпаңыздар. Базардан 5 теңге кітап сатып алып, сонымен дайындаламын дегенге. Қазір Қазақстан бойынша 80-90% адам осы сайтпен дайындалады. Ал көп сөйлеп кеттік, тестімізді бастайық. 77-ші видеомыз. Көптен бері видео салынбай кетті YouTube арнаға. Ал бастайық. Бірінші сұрақ: көрсетілген қай траекториямен жеңіл автокөлік жүргізушісі солға бұрылады? А-мен бе, әлде Б-мен бе? Мен ойымша А траекториясы бойынша барлығы түсінікті деген ойдамын бұл жерде. Келесі сұраққа өтеміз. Көлік құралын алкогольдік есірткілік және уытқұмарлық масан күйдегі адамның басқаруына беру әкеп соқтырады. Ол бізде көлік жүргізу құқығынан 7 жылға және 15 тәулікке қамауға алу. Келесі 3. Қандай жағдайда зардап шегушіні көлік салонынан алып шығу қажет? Так. В жауабы бізде дұрысы. Тыныс алу белгілері болмаған жағдайда. Жүргізушіге реверсивтік қозғалыстың жолағына деген шығуға рұқсат етілген бе? Әрине, бұл жерде бізде жасыл жанып тұр, сондықтан рұқсат етіледі. Келесі 5. Бұл жағдайда жеңіл автомобиль жүргізушісі басып озуды бастай ала ма? Жоқ, өйткені мына жақта бізде уже жүк көлігі бастап қойды. Одан кейін болмаса енді қазір бастай алмайды. Сіз қауіптілікті анықтаған сәттен бастап тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жол. Тежегіш жол деп аталады, тоқтау жол деп саналады. Реакцияңыз уақытында жүріп өткен жол деп аталады. Тежегіштегі іске қосылған уақытта жүріп өткен жол деп аталады. Мынау бізде мінекей жаңа сұрақ. Толық тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жол. Мен ойымша С варианты келеді деп ойлап едім. Тоқтау жолы деп аталады екен. В жауабы бізде дұрыс. Бізде қате сұрақ. Мына сұрақты скрин жасап алыңыздар. Бұл бізде жап жаңа сұрақ. 7. Бұл жағдайда жеңіл автомобильге топырақ жабыны бар жолға шығуға рұқсат етіледі ме? Әрине, рұқсат етіледі, ешқандай тыйым салу белгілері жоқ. Көрсетілген жол белгілерінің қайсысы сізге көлік құралын сағатына 30 км/сағат жылдамдықпен жүргізуге тыйым салады? Әрине, ол бізде автомагистрал бірінші, екінші автомобильдерге арналған жол. 3, оны өздеріңіз білесіздер, 50 км. Так. 4-те бізде 50 км/сағатынан асыруға болмайды. Әрине, бұл жерде бізде 49-мен жүреміз, 30 км жылдамдықпен жүргізуге тыйым салады деп тұр бізде. Сондықтан бізде бұл жерде 1 мен 2. По-любому 1 болады. 1 мен 2,
Мына үшінші белгі бұл бізде ұсынылатын жылдамдық. 1 мен 2 ол бізде автомобильдерге арналған жол және автомагистрал. Бұл жақта енді қандай жылдамдықпен жүретінін білесіздер. Бізде автомагистрал деген видео бар YouTube арнада, соны міндетті түрде қарап шығыңыздар. Осы бағдаршам мынаған арналған. Реттелмеген қиылыстарды белгілеу үшін, реттелмейтін қиылыстар мен жаяу жүргіншілер өткелдерін белгілеу үшін. Реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелдерін белгілеу кәсіпорындар мен ұйымдардың аумақтарында көлік қозғалысын реттеп алу үшін дейді. Так, бұл жерде бізде реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелдерінде болады бұл бағдаршам және кәсіпорындар мен ұйымдардың көлік қозғалысын реттеу үшін. Так, қатер жауап. Мен кәсіпорындар деп ойладым. Бірақ мен білем, осы шын өмірде жаңағы пешеходтардың несінде тұрады, осы бағдаршам. Оны барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Қатер жауап бізде. Аяқ қолдарын үсік шалған зардап шегушіні жылы орынға әкелген кездегі алғаш көмек. Бізде В жауабы дұрысынан оқып алыңыздар, скрин жасап алыңыздар. Сізге осы жол учаскесінде жолаушыларды отырғызу үшін қай траектория бойынша келуге рұқсат етілген дейді. Қай траектория бойынша рұқсат етілген. 1, 2, 3. Так. Бұл жерде бізде қалай болады екен? Біз қарсы бақтағы көліктерге шығып кетпейміз, бірге барсақ. Так, 2 мен 3. Давайте 2 мен 3-ті. Жоқ, екінші траектория бойынша ғана рұқсат етіледі екен, құрметті достар. Қате жауап. Мынау да жаңа сұрақ. Біз қателестік жаңа сұрақтардан. Әлде қателесеміз. Жол қиылысынан өткен кезде қызыл автомобиль жүргізушісі кімге жол береді? Әрине, трамвайға береді. Жолды по-любому. Қайтадан қарап алайық. Біз басты жолдамыз. Тек трамвайға. Тек қана трамвайға ғана жол береді. Негізі ана жасыл көлік пен мотоцикл, мотоцикл солға бұрылайын деп тұр. Жоқ. Солға бұрылайын деп тұр екен. Жасыл автомобильге негізі өтіп кетуіне болады. Неге өтпей тұрған? Сіз жүру жылдамдығын 2 есеге арттырған кезде автомобильдің тежегіш жолы артады. 2 есе болса, бізде 4 есеге артады. 3 есе болса 6 есеге. 4 есе болса 8 есеге. Осы жол белгісіне өткеннен кейін сіз қандай ең жоғары жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі? Ол бізде 20 км/сағат жылдамдығымен. 15-ші сұраққа келіп қалдық. Ашық пневмоторкс кезінде алғаш көмек. Пневмоторкс ол бізде өкпеге қатысы бар, пневмония деген сөзден шыққан өкпенің қабынуы. Сондықтан бұл жерде бізде қай жауап дұрыс екен? Қарап алайық. Так, А вариантын белгілеп едім, бірақ мен қате жауап болды бізде. Достар, мен мынаның бәрін оқып отырғым келмей тұр. Мен просто осындай медициналық сұрақтарды белгілей саламын. Мына көлденең таңба нені білдіреді? Маршрутты көлік құралдарын аялдайтын жер және такси тұрағы. Көлік құралдарын аялдауға тыйым салынатын жер, көлік құралдарын тоқтап тұруға тыйым салатын жер. Так, тағы да қате жауап. Біз неше сұрақтан қателестік уже? 4 сұрақ, пока нормально. Көптен бері кірмей қалдым. Мен бұл ПД-ның сұрақтарын ойлап жүрмеймін ғой күн сайын. Сондықтан бізде қателіктер кетіп жатыр. Айып етпеңіздер. Менің қателіктерімді сіздер өздеріңізге жинап отырыңыздар. Чтобы сіздер барып автосонда қателеспеу үшін, мен қателігімді жасамау үшін. Мына белгі туннельге жақындағаны туралы ескертеді. Қарсы келіп жол айырылысу қиындатылған ұзындығы 70 метрден асатын кіру порталының көрінуі шектеулі. Іші қап-қараңғы ғой. Сондықтан бізде вариант дұрыс. Іші жарық болса, ол бізде басқа уже.
Сіз жеңіл автокөлікпен қиылыста қандай бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыра аласыз дейді. По-любому тура жүре аламыз, оңға жүре аламыз, солға жүре аламыз, кері бағытта жүре аламыз. Кез келген бағытта жүре аламыз. Бізде өйткені жеңіл автомобиль. Ал жүк көлігі болса, көріп отырсыздар, мына жақта тек тура. Жүк көлігі ол бізде 3,5 тоннадан асатын, бірақ мен. Тұрғын аймақтан бір мезгілде шыққан кездегі сіздің әрекетіңіз. Түсінбедім бұл жерде. Тұрғын аймақтан бір мезгілде шыққан кездегі. Шыққан кездегі. Жеңіл автокөлікке жол бересіз, жүріп бірінші болып өтесіз. Әрине, жеңіл автокөлікке жол береміз, біз өткені бұрылайын деп жатырық. Яқта сіздер бұрылу көрсеткішін көріп тұрсыздар, ал ана автомобиль тіке бағытта жүрейін деп тұр. Кім бұрылайын деп жатыр, тіке бағытта кетіп бара жатқан көлікке жол береді. Тәуліктің қараңғы уақытында және көрінуі жеткіліксіз жағдайларында автомобильде жүру кезінде елді мекеннен тыс жолдар учаскелерінде қандай жарық беру аспаптары қосылады? Габаритті оттар. Тәуліктің қараңғы уақытында дейді бізде. Жүру кезінде елді мекеннен тыс жолдар учаскелерін қандай жарық беру? Габаритті оттар қосылады және жақын және алыс немесе жақын фаралар, габаритті оттар немесе тұманға қарсы. С вариантын белгіледім. Өйткені бізде елді мекеннен тыс болған жағдайда алыс немесе жақын фараларын қосуға бола береді. Ал елді мекенде қалай болады? Бұл жағдайда жеңіл автомобильдің жүргізушісі қозғалыс үшін оң жақ шеткі жолақты қолдана ала ма? Жоқ, әрине. Бұл бізде маршрутты көлік құралдарына арналған жол А дегеніміз. Тыйым салады. Сізге көпірдің жол өтпесі астында аялдауға рұқсат етіледі ме? Олай болады екен. Сіздерге әдейі көрсетіп қойған, яқта айна тұр, артымызда көлік келе жатыр. Яқта бір ғана жүретін жол. Біз тупо мына жерге тұрып аламыз, ана жерде сплошной сызық болса ше. Сондықтан тыйым салынады, Тыйым салынады. По-любому бір ғана жүретін жол. Жолдың жүріс бөлігімен шектесетін тротуардың шетінде оған толық немесе ішінара кіріп, тоқтап тұруға рұқсат етіледі ме дейді. Ойымыз бөлініп кетті ғой. Жолдың жүріс бөлігімен шектесетін тротуардың шетінде оған толық немесе ішінара кіріп, тоқтап тұруға рұқсат етіледі ме дейді. С вариантын белгіледім. Оқиын ба. Жаяу жүргіншілердің қозғалысына кедергі келтірмейтін жағдайда ғана жеңіл автомобильдерге, мотоциклдерге, мопедтерге және велосипедтерге рұқсат етіледі. С варианты бізде дұрыс. Сізге тайғақ жолда руль дөңгелегін күрт бұрудан болған сырғу туындаған кезде не істеу керек? Ай, бұл мен А вариантын белгіледім, бірақ В дұрыс сияқты. Көрейік, бізде интернет желісі қатып жатыр, құрметті достар. Біздің видеомызға неше минут болды екен. Осындай кезде тағы да айта кетейін, егер де сіздер осы сайтқа доступ алғыларыңыз келсе, менің WhatsApp нөміріме жазыңыздар. WhatsApp нөмір бізде комментарияда болады. Сол нөмірге жазсаңыздар болады. Тест сұрақтарын алғым келеді, анау, мынау барлығын жаза беріңіздер.